Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мінекей сіздердің бейнеңізде қазір заңсыз балық аулау, яғни браконьерлік жолмен Қытай ауларын құрып жатыр. Бүгін 19 ақпан 2022 жыл. Жағада балықшылар отыр. Балықшыларға қарап атқан жоқ. Қанша айқайлап сықырғанымен. Дәл осы тапта осы жерде егерлер болды. Олардың айтқан сөздеріне, айқайлаған сөздеріне құлақ асқан жоқ бұлар. Енді бұны білмедім, енді не болып жатқанын. Қалай бұл? Неге бұл тоқтамайды? Астарына қайық, мінекей көрдіңіздер, қолмен көрсеткен бір белгіні. Қазір қайта көрсететін оған. Адам саны 4. Жағадан бірінші қайық 60-70 метрде. Мына екінші қайық 150 метрдей. Бұларға заң жоқ па? Неге заң жоқ? Неге заңсыз әрекеттерге барады бұлар? Бұлар да Қазақстан Республикасының азаматы ретінде. Мынаны көрдіңіздер. Балықшыларды көрдіңіздер, жағада отқан 50-60 шақты балықшыларға да қарамай, ешқандай қорқыныш жоқ. Қылмыс жасап жатырмын деген ой жоқ. Ал осыларға еліміз, үкіметіміз сеніп тапсырған службаларымыз қайда қарап жатыр? Табиғатты қорғау службалары, егерлік службалары. Сіздер қайдасыздар? Сіздерге хабар берілді. Дәл осы тапта 1-ден 20 минут кеткен кезде өздеріңіздің салаларыңызда істейтін қызметкерлер көзімізше звондады. Әзірге 40 минут өтті уақыт. Олар беймарал өздерінің құрған сеткілерін қайта жинауда. Салып жатыр қайттан. Мына жерде загон жасап, қуалап, балықтарды тез арада алып кетудің әрекетін жасап жатыр. Бұл не бұл? Бұл сыбайластық емес пе? Телефон шалынды. Өздерінің салған сеткілерін тез арада жинатты, қашты. Яғни бұл жерде сыбайластықтың иісі бары анық секілді. Мінекей балықшылар жағада отқан. Ол не масқара? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мінекей жаңа өздеріңізде көргендей, мына жерде Қызыл вагон атты территория, Шардара су қоймасы, Түркістан облысы. Мына бейне жазбаны көрдіңіздер. Дронмен түсірілген. Кәдімгідей қорқыныш жоқ, қылмыс жасап жатырмын деп жүрген жоқ. Мына жақ қандай балықшыларды аузынан қайтып қойып, жағадан 50-60 метр жерде мына өздерінің Қытай ау сеткілерін құрып атқандарыңыз өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл бойынша егерлерге хабар берілді. Қазір 40-45 минут уақыт өтті. Жаңа браконьерлер, заңсыз балық аулаушы күдіктілер өздерінің ауларын жинап, белгісіз жаққа қарай жүріп кетті. Егерский службаға айтатынымыз бар.
қызметтеріңізді тура істеңіздер, болмасам тура істейтін адамдарға тапсырыңыздар міндеттеріңізді. Мына болмайды. Бұл қарапайым балықшылар сіздерге көмектескісі келеді, жәрдем бергісі келеді, белсенді ретінде. Қылмысты көріп тұрғаннан кейін қылмысты болдырмауын алдын алу мақсатында жәрдем береді. Сондықтан егерлік служба, табиғат қорғау службалары. Мына қазір 45 минут болды. Енді білмедік оны, бір-бірімен келісілген ба, қалай түсірдік. Солай сеткілерін жинап балықтармен қашты. Назарларыңызды аласыздар деп ойлаймын, Құдай қаласа. Дәл қазіргі тапты ағайындар 1 сағат 10 минут уақыт өтті. Егерлік службаның есінде көрген жоқпыз ағайындар. Енді жұмыстарына бұлай салғырттық танытады деген сенімде емес едім. Қазір мені көзім жетіп отыр. Мына балықшылардың барлығы куә. Осындай мәселе ағайындар. Қызметтеріңізді адал, дұрыс атқара алмайсыздар ма? Мынау халықтан беріліп атқан, өкіметтен беріліп атқан қаражатты адалынан жей алмасаңыздар, орындарыңызды босатып, табиғатты сүйетін, елін сүйетін, жеріне еңбегін сіңірем деген жастарға беріңіздер. Бұл мәселелер бойынша заңсыз аң аулау, аң ату, балық аулау бойынша барлық заңдылықтар бар. Олардың бәрін қолданып атқан жоқсыздар. Осы бейне жазбаны көре отырып, дұрыс шешімдер, дұрыс тактикалар, дұрыс кадрлық жобалар жүйеге асырылады деген ойдамыз, Құдай қаласа. Ал демалыстарыңыз көп болсын. Қоршаған табиғатты бірге қорғайық ағайындар. Таза ұстайық табиғатымызды. Әр нәрсені өзімізден бастайық. Мінекей, тағы да қосылдық ағайындар. Күндізгі 2-ден 45 минут уақыт өтті. Бұл күдіктілер кетіп қалғанына біраз уақыт болды. Енді келді. 1:20-да хабар берілген. 2-ден 45 минут уақыт өтті. Өздеріңіз қарастырыңыздар болды. 19 ақпан 2022 жыл. Ассалаумағалейкум, ас болсын. Қазір. Жаңа түсіріп алып не қылып жатырмын да? Жаңа 1:20-да хабар берген еді. Қазір 2-ден 45 минут өтті. Браконьерлерді көрдіңіздер өздеріңіз, күдіктілерді. Бәрі куә мына жақта. Ағайындардың бәрі. Китайский сетка, дронмен де жаңа түсірдік. Үстеріне маска киіп алған. Енді бұл қылмыс жасап жатқаннан кейін оларға да заң бар ғой. Сол заңды күшіне енгізетін осы егерлік службалар неге істерін, жұмыстарын дұрыс атқармайды. Сол себептен осы бейнетаспа жазылды. Мінекей келді. 5 минут уақыт болған жоқ, қайтадан кетіп бара жатыр. Не жетпейді? Техника жетпей ма? Өкіметтен беріліп атқан. Немесе адам саны жетпейді ма? Адам саны жетпесе толықтыруға жет. Күдіктілер қайтып кеткеннен кейін егерлік служба келіп отыр. Жаңа уақытын айтып өттім.
мына жақта куә, барлығы куә. Бағана қайықтарды көрдіңіздер ғой, браконьерлер, күдіктілерді. 1:20-да хабар бергенбіз. Қазір 2-ден 50 минут өтті. 2-ден 45 минут өткен кезде келіп отыр. Заңдылық сақталмаса, бұл службаның не пайдасы бар? Өкіметтен қаншама ақша, қаражат бөлініп отыр ғой. Сол халықтың ақшасы. Сол азаматтық балықшылар белсенді ретінде осы бейне таспаны түсіріп отырмын. Назар салып қарап, өз тиісті орынға жетеді деген ойдамыз осы бейне жазба. Бұл тоқтауы мүмкіншілік болып отқан жоқ тоқтатуға. Жаңа бейне жазбаларды көрдіңіздер, дронмен түсірген. Бұл салаларда да кадровый изменениялар қажет, ағайындар. Нағыз елін сүйетін, табиғатынды қорғайын деген азаматтар қызмет жасау керек бұл салада. Бұл жерде сыбайластықтың иісі бар екені анық.